Жүрекше аралық қалқаның ақаулары немесе дефектісі. Бұл кезде мынау жүрекше аралық перденің дефектісі болады, яғни ол жерде тесік болады. Біз нормада сол жақ жүрекшедегі қысым 8-ге тең, ал оң жақ жүрекшедегі қысым 3-ке тең болады. Қан қысым жоғары жақтан төмен жаққа қарай өтеді. Бұл кезде сол жақ жүрекшедегі қан оң жақ жүрекшеге қарай өткізеді, және де сол жақ жүрекшедегі қанның құрамында O2 болады. Ал оң жақ жүрекшедегі қанға итаки жаңағы төмен қуыс венадан және де жоғары қуыс венадан SO2 бар қан барады. Сосын қан жаңағы оң жақ жүрекшеге қарай өткеннен кейін ол ары қарай жаңағы трикуспидальды клапан арқылы оң жақ қаншаға қарай барады. Оң жақ қаншадан кейін ол қан жаңағы өкпе сабауы арқылы екі өкпеге бару керек. Бірақ та енді бұл жерде нормадағы жаңағы сол жүрекшедегі қан ол негізінде тек қана сол қаншаға қарай бару керек. Бірақ та бұл жерде дефект болғаннан кейін ол қан жаңағы сол қаншаға да барады и оң жүрекшеге де барады. Сосын оң жүрекшеге қарай барғаннан кейін өкпеге қан өте қатты көп мөлшерде барады да өкпелік жаңағы гипертензияға алып келеді. Бұл бізде ентігумен көрініс береді.